Ерте-ерте, ертеде. Кең байтақ қазақ даласында Қазанғап атты аңшы өмір сүріпті. Ол күн сайын садағын асынып, аң аулап, өз нәпақасын адал еңбегімен тауып жүреді екен. Бірде Қазанғаптың шаңырағында үлкен қуаныш болып, дүниеге Кендебай атты ұл келеді. Бұл бала өзгелерден ерекше еді. Бесікте жатып-ақ бойына сиқырлы күш жинай бастайды. Кендебай 6 айда 6 жасар баладай болып, ер тұлғалы батыр болып өседі. Оның айнымас серігі Керқұл атты жүйрік тұлпар болады. Содан ел оны Керқұл атты Кендебай деп атап кетеді. Кендебай Керқұл атымен желде есіп, дала кезіп келе жатады. Кенет ол жол жиегінде өксіп жылап отырған кішкентай қойшы баланы көреді. Батыр атынан түсіп: «Ей балақай, неге мұнша мамайдың? Саған кім тиісті?» деп сұрайды. Бала: «Зұлым хан менің ата-анамды зынданға тастады. Оларды құтқарар ешкімім жоқ», деп мұңын шағады. Кендебай баланы жұбатып, ханның қараңғы қамалына қарай аттанады. Қатал хан батырды көріп: «Егер менің қиын шарттарымды орындасаң ғана тұтқындарды босатамын», дейді. Зынданда отырған жазықсыз атана Кендебайдан үлкен үміт күтіп, көз жасын төгеді. Бірінші тапсырмада Кендебай Керқұламен бірге лаулаған оттың үстінен қарғып өтеді. Содан соң алып дәумен шайқасып, оны алып ұрып, өзінің нағыз батыр екенін дәлелдейді. Хан амалсыз жеңілгенін мойындап, Кендебайдың алдында басын иеді. Зындан есігі ашылып, бала ата-анасымен қауышады. Олардың қуанышында шек болмайды. Бүкіл ел Кендебай батырды лықтап, оның ерлігіне риза болып, той жасайды. Керқұл атты Кендебай өз елін жаудан қорғап, мәңгілік батыр болып қалыпты.